Қыс қылышын кештете сүйретіп келсе де, алғашқы аяз бірқатар қала тұрғындарын әбден әбігерге салды. Бұған дейін де жылуға жармаған Екібастұз, Теміртау, Риддер мен құбырларының тозығы жеткен Балқаш қалаларында биыл да қарбалас. Алғашқы суық Ақтау қаласының да қысқа қамданбағанын әшкереледі. Өткен демалыс күндері аталған қалаларда жылу құбырлары жарылып, тұрғындары қара суықты сезінді. Жергілікті билік тайлы тұяқ алмай жан таласып, жағдайды реттеген болып жатыр. Ал синоптиктер алдағы күндері аяз күшейе түсетінін ескертеді. Екібастұзда жексенбі күні жылу электр орталығында төтенше жағдай болды. Пештерде жанған отынның күлін шаюға арналған су құбыры жарылыпты. Салдарынан біраз жерді су басып, мамандар екі электр қозғалтқышты ауыстыру арқылы жүйені қайта іске қосқан. Орталықтағы отынды мазуттан көмірге ауыстырғанша қалаға жылу беру саябырсыған. Қазіргі уақытта орталықта 6 қазандық жұмыс істеп тұр. Бүгін таңғы 04:30-да біз 3 қазандықты мазут отыннан көмір отына ауыстырдық. Қазір уақытта таңғы 7-ге 79 градус станция беріп тұр. Сондықтан енді алдымыздағы 3-4 сағатта жылу үйлерде жаңағындай ретінде қалпына келу керек. Теміртау қаласындағы ескі қала ауданы демалыс күндері жылуға жарымай қалды. Өйткені Каргресс бір жылу орталығында багерлік насос станциясы істен шыққан. Орталықты су басып, пештердегі отынды көмірден мазутқа ауыстыруға тура келіпті. Бүгін жылу қалыпты беріле бастады дейді шенділер. Мәселені тұрақтандырдық. Қазіргі таңда станция жұмыс режимге шықты. Температурлық график сақталып отыр. Сыртқы ауа райы температурасы 25 градус төмен. Осы температураға жалпы жылу тасымалдағыштың көрсеткіші 86 градус керек болса, қазіргі таңда станция жүйесіне 90 градус жылу тасымалдағышты беріп отыр. Ал Балқашта өткен сенбі күні қала ортасында жылу құбыры жарылды. Салдарынан 6 көшеде 40 көпқабатты үй қара суықта қалды. Түні бойы жөндеу жұмыстары жүріп, таңғы 5-тер шамасында жылу жүйелері іске қосылды. Ал Ақтауда орталық құбыр жарылып, бірнеше шағын аудан жылу мен ыстық судан қағылды. Каспий жылу су арнасы мекемесінің 20 қызметкері мен 10 техникасы жұмылдырылып, ақауды реттеді. Қазіргі уақытта бірнеше шағын аудан жылумен қамтылды. Мамандардың айтуынша, ақау шыққан магистральдық құбырдың әбден тозығы жеткен. Жалпы құбырдың осы 1979 жылы салынды. Тозығы жетуіне байланысты ауыстырылған болатын. Жалпы 9 метрдей ауыстырылды. Жазғы мезгілде бұл жаңа магистралдық құбырларда опрессовка жүргізілді. Жазғы мезгілде бізде көптеген жұмыстар атқарылды. 9 блоктық модульдік қазандықтар орнатылды. Оған қосымша 90 гигакалорий жылу қосымша бізге берілді. Сонымен қатар 7 қысымын көтеретін станция қондырылды қалада. Былтыр коммуналдық апатты бастан өткізген Риддердің биыл да аты аталып жатыр. Онда қысқа тұйықталудан жарық сөніп, орталықта қазандық істен шығыпты. Онда да отынды көмірден мазутқа ауыстырып жүріп, жағдай түзелді дейді шенеуніктер. Жылумен қамтудағы проблемалары Ақмола облысында да болды. Кешелі бері Көкшетау мен Степногорск қалаларында мамандар жылу жүйелерінде әр жерден бір шыққан ақаумен алысып жүр. Саид Дәулетжанұлы, Николай Колесниченко, КТК.